Армысыздар, достар. Бүгін сіздермен әзел. Менің кезекті рецебім бұл біздің шайға арналған пирог. Үй жағдайында жасалатын өте тамаша, құрамы да қарапайым. Көріп отырсаңыздар, мына жерде бізде бұл тесті қою кілегей секілді қасықпен жағылатын қоюлықтағы нан болады. Ортасындағы начинкасы бізде мына жерде кепкен алма, мынау бізде көк бояу. Көк бояу жоқ болса қарақат, ол жоқ болса қосудың қажеті жоқ. Мен өз басым мына алманың түсін бояу үшін көк бояу міндетті түрде қосамын. Ең алдымен нанын дайындап аламыз. Алманы әрине міндетті түрде пісіріп аласыздар да, көк бояу екеуін біріктіріп тартасыздар. Сонымен кеттік. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты біріктіріп езіп аламыз. Осы езілген массамызға майда қосамыз келесіде. Обычный ручной миксердің көмегімен бәрін осылай жасаймыз. Біздің жұмыртқа мен қант езіліп дайын болды. Енді келесі кезекте біз мына ұнымызға қопсытқышты қосамыз, разрыхительді. Біріктіріп, араластырып, осы нанға барлығын құятын боламыз. Май комнатный температурада жұмсақ болу керек. Жұмыртқа мен қантты қосып алдық. Енді осының бетіне біздің комнатный температурадағы не маргарин, не сармайды біріктіріп, біркелкі нан жасайсыздар. Сонымен біздің нанымыз дайын болды. Міне қарасаңыздар, қасықпен алынатын осындай қою нан болады. Жағатын кезде оны көрсетемін, қалай жағу керек екенін. Сонымен менің начинкам дайын болды. Түрін қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Бұған апельсиннің қабығын, свежий апельсиннің қабығын бірге тартып қоссаңыздар, тіптен тамаша болады. Пысқан кезде апельсиннің дәмі ерекше шығып тұратын болады. Сол себепті бар болса, міндетті түрде апельсиннің қабығын қосыңыздар. Біз пирогты табаға салдық. Жалпы нанды екіге бөліп аласыздар. Мен үлкен табаға сразу пысырайын деп отырмын. Сіздер өздеріңіз білесіздер, шағын табаға да пысыруға болады. Нан қасыққа жабыспау үшін суық суға матырып тұрамыз. Міне, көрсеңіздер, нан жабыспайды. Енді осы қасықтың көмегімен нанды осылайынан табаға біркелкі етіп жайып шығасыздар. Мен нанымды тегістеп жайып болдым. Енді осының бетіне тартылған алманы жағып шығатын боламын. Алманың қалыңдығын өздеріңізге қалай ұнайды, солай салсаңыздар болады. Алманы осылайынан біркелкі тегістейсіздер. Сонымен мен начинкамды жайып болдым. Енді бұның бетіне жаңағы жарты нанымызды салып, бетін тегістейтін боламыз. Жаңағы қасықты суық суға саласыздар да, соның көмегімен тегістеп жауып шығасыздар. Мен пирогтың бетін жауып болдым. Енді осының бетіне әсемдік ретінде обычный магазиннің печеньесі, үйдің печенье болсын, соны ұнтақтап аласыздар да, бетіне сеуіп шығасыздар. Сонда бұл өте бір әдемі домашний пирог болып шығады. 180 градуста обычный режимде пісіресіздер. Әрине, духовкаға байланысты уақыты, әркімнің духовкасы әртүрлі. Сол себепті уақытқа қарай өздеріңіз бақылап қарап отырасыздар. Мынау менің пирогның нәтижесі. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Мен не нәрсенің осындай нәзік сарғыш болғанын ұнатамын. Сол себепті түсін сіздерге қалай ұнайды, солай алып шықсаңыздар болады.
Бұндай әдемі көріністі көрсетпеу мүмкін емес. Қараңыздаршы, көк бояу бізге алманың түсін қандай әдемі етіп өзгертті. Сол себепті бар болса міндетті түрде салыңыздар. Себебі біздің көк бояудың бойында витамин С өте мол. Қыз кезінде осындай көптеген заттарға салып, напитокты жасап ішуге болады. Осы видео ұнаса, каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, менен келесі жолы қандай видео күтесіздер, соны да жазып өтсеңіздер болады. Барлықтарыңызға рахмет.